Saat tangı 7. Алдында кассапровтар айтқан еді. Ішіндегі сиденьяларын шешіп қойсаң кешкі уақыт кетпейді. Қазір соларды шешіп дайындап қоятын боламыз. Бүгін өте маңызды күн. Біз бүгін көлікті сыртқы бейнесін ретке келтіретін жерге апарып өткізетін боламыз. Достар, мына қазір артқы сиденьясын алып тастадық, алдыңғы сиденьясын алып тастадық, ортадағы торпеданы да тазалап қойдық. Қазір көліктің ішін барлық жерін тазалап, орындықтарын алып тастап, кассапровқа қарай жол тарттық. Бүгін күн жаңбырлы болып тұр. Енді бұл да бекер емес шығар. Құдайдың нұры жауып тұрған шығар бізге. Ал достар, мына келдік. İşte Sonra hazır. Mustafa abi, assalamu alaikum. Алейкум. Как ваши дела? Нормально. Привез машину, как вы сказали? Принеси сейчас. Ну, достар, келдік. Біздің Рустам аға қазір өз жұмысына кірісетін болады. Ага, как вы сказали, я переднее сиденье, заднее сиденье все убрал. Посмотрите. Вот эти пороги пластмасски тоже убрал, чтобы не мешали. То, что в моих силах, я все сделал здесь. Здесь, ага, один минус, этот аккумулятор, вот алдырған кезде, надо его прикурить, а то он не заводится. Да. Не прикрутить все. Я вот алдырып аласыз ғой. Хорошо. Я бампер кім будем делать? Я алып келем бампер. Сіз енді қазір айтасыз ғой, что почему ары қарай көріп. Достар, қазір енді бізге бір артқы бамперін алып келу керек, және оң жақ, сол жақ артқы есігінде алып келу керекпіз. Соны ауыстыратын болады. Жігіттер, мына көлік қалды. Қазір көлікті өткізіп кетіп бара жатырмыз. Енді алдағы уақытта қалай өзгеретініне көз жеткізетін боласыздар. Достар, біздің Камридің бітуіне кішкене уақыт қалды. Енді алдағы уақытта алатын көліктерімізді бұйыртса бізге бір жақсы жігіттер қоңырау шалып
бірге жұмыс істеуге ұсыныс тастаған болатын. Сол жігіттер қазір келе жатыр. Сол жігіттермен жолығып, танысып, қандай ұсыныс ұсынатын барлығын сіздерге айтып түсіндіретін боламыз. Ассалаумағалейкум. Ақыл, қалыңыз қалай? Жақсы. Қазір біз бірдей бағытта видео түсіріп, жұмыс істеп келе жатырмыз. Ақылдың да келген бір себебі бар. Жігіттер, ассалаумағалейкум. Канал Простые ребята. Біз Батонның каналын көріп, бірдей бағытта келе жатқанымызды көріп, бірге жұмыс істеуді дұрыс көрдік. Енді бұйыртса, мына Камрина біз үлгермедік, шын айтқанда. Бізде өзімізде проектте басқа машина болды. Енді келесі машиналарды Бато бізге кіргізсе, біз бір бағытта бір контентті, қазақша контентті бұлай айтқанда Қазақстандық жігіттер дамытып, сіздер үшін бәрін ұсынамыз. Алдағы уақытта міндетті түрде мен алатын көліктердің барлығын Ақыл Простые ребята деген каналға барып жөндейтін боламыз. Алдағы уақытта бізде әлде өте қызықты видеолар және де сіздерді тартатын видеолар көптеп шығатын болады. Бұл жігіттер әлі бастамасы, бұйыртса иншалла бір жылдың ішінде біздің деңгейіміз сіздердің арқаларыңызда Алланың қалауымен биікке шырқайды. Красава. Бұл жігіттерді оңай таба аласыздар. Мен міндетті түрде осы видеоның астына осы жігіттердің каналының сілтемесін тастайтын болам. Міндетті түрде өтіп, видеоларына баға беріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, қазір денсаулықты да ойлаған дұрыс. Қазір вакцина алуға келдік. Міне қазір қысымызды өлшейді. Жиырмада 80. Ол нормально, мен өзі қысымды көп өлшемеймін. 80 метр. Өтпеге алуын қамтамасыз ету қажет. Қанша процент? Енді қазір вакцина қабылдаймыз. Қазір вакцина қабылдағандарға арнайы мынандай бейджик береді. Осыны қазір тағып, вакцина алып болған соң залда 30 минут қаралымда болады екенбіз. Достар, жарты сағат өтті. Мына бөлшектерді өткізіп, шыға берсек болады. Айлық қойдық. Өзімді жақсы сезініп тұрмын. Бір дене қызу, бас айналу деген сияқты нәрселер жоқ. Бәрі дұрыс. Достар, мына бір күн өтті. Вакцина қабылдағаннан кейін өзімді жақсы сезініп тұрмын. Бәрі дұрыс. Кеше түнде кішкене дене қызуым сәл көтерілген болатын. Алайда бәрі өтіп кетті. Қазір дұрыс бәрі. Өзімді жақсы сезініп тұрмын. Ал енді Камриге келетін болсақ, Камри қазір кассапрақтардың қолында. Ретке келтіру жұмыстарын жүргізіп жатыр енді. Одан кейін барып кузовын бояу жұмыстарына кірісетін болады. Енді жалпы барлық жұмыстар 10-12 күнде алады екен. Оған дейін әрине мен бір тақырыпта бір видео түсірсем ба деген ой бар. Бірақ сіздердің де бір маған ұсынатын тақырыптарыңыз болса, міндетті түрде комментарийға қалдырыңыздар жазып. Мен оны да қарастырып, ойластырып көретін болам. Ал жақсы, менің инстаграм парақшама жазылуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға сәттілік.